Ассалаумалейкум, ағайын. Міне біз шырайлы Нұрсұлтанға да келіп қалдық. Құдай қаласа Нұрсұлтанға алып берген көліктерімізді жинап, звондап, шақыртып, ұсыныс жасап, келіп, қазір қолдарын алып, Дәкең, ассалаумалейкум. Осындай көліктер жөндеуір. Қараңыздар, қандай Астанада өзі бізде Нұрсұлтанның қап-қара мықты машиналар үнеді. Бұл енді кезіндегі 92 жылғы қап-қара бізде Мерседестер бар, солар сияқты енді кәрістерді өзгертіп жатыр. Дәке, мынау қалай екен көлік өзіңізде? Эконом жағынан енді бәрі бізде сіңіп қалған ғой сүрін, енді әлде де мен өзімнің Инстаграм парақшама кеше бір анау нені қойдым, Россияның блогері. Сол жаңағы еді кешірім сұрайын, оның айтқан сөзіне боқтаған сөздері бар, соған қарай кішкене өзімде қысылып жатырмын, бірақ ол дұрыс айтып жатыр, жаңағы шындығын айтып жатыр да, машинаның комплектациясын чем Тойотадан көрі. Тойотаның басса кіріп кетіп жатыр да, мысалы. Көрдім мен оны. Иә. Сіздің негізі. Иә. Бұл машина өте керемет. Көңілімнен шықты. Түк істеген жоқпын, бір жерім шұқылап қарайын деп, жерде подтек ешқандай не жоқ. Заправканы ұмытып кетесің. Сол эконом жағын айтыңызшы. Қалай, қалтаң қандай экономда еді сол жағын? Аптасына 2000-3000 теңге, ары кетсе 3000 теңге дейін. Бұлай жетеді. Қанша жүресіз? Ол километрлер қарауды қойдық. Алдында бензинмен жүріп едіңіз? Иә, алдында машиналар бензинмен жүріп. Бұл қалтадан сразу сезді. Жоқ, енді от сол айтады, қараңызшы, просто сізде бір өзгерістер болған, неге мен айтайын? Алдында бензин болып жүргенде, бензин қосқан, газ деген соң бензин айдап жүрген адамға газ десең біртүрлі сезінеді, ой, газ ба, анау ма дейді да, мысалы. Енді сіз газға кетіп кетіп қой, соның қалай результатын беріп жатыр, да? Жоқ, мен анау алдында машина болды, осы местный установканың. Бензинмен қыздырып, ол енді туповато еді вообще. Мынау енді Camry 3.5 сияқты жылап. Заводской газға өңгенде керемет. Кішірек ерекше, заводской газ, иә? Міне, ардақты ағайын, бұл тағы да айтам, өтірік емес, қайта-қайта видеоларды түсіріп жатыр. Осы сайлау корейский машинамен мақтанып бітті ғой деген сияқты әңгіме болмасын. Ол мен шындықты, сіздердің қалталарыңызды ойлап жатырмын. Арзан машиналарды әкеп береміз, сосын эконом осындай жағынан. Біздің Астанадағы офисіміз, так, адресын айтайын. Қандай айта берсеңізші? Иманова 26, Желсемина гостиница, екінші этаж, бизнес центр. Болады. Бәрі соны сұрайды адресті. Міне адрес Астанада осы жерде. Келіп көрсеңіздер болады. Бір машинаны бір түсіріп жіберсеңіз екеуінде айналдырып. Вот машина. Push start. Так, енді Дәкең айтып жатыр, қазір сөйлесіп жатыр да. Енді санаттан, қара санаттан көрдіңіздер ғой.
қара санаттан көріп өзінің несінен құмарынан ұмытта енді сатып құдай қаласа маған Grandeur әкеліп бер деп жатыр. Осы ұсынысты жасаймыз дейді. Grandeur өте бизнес плюс, iPhone плюс деген сияқты бизнес плюс машина енді өте керемет. Просто қадірін түсінбей жатыр қазекеңдер. Айдап көрсеңіздер өте керемет, жанның рахаты. Иә, ардақты ағайын, өзіңіз бір нәрсе дейсіз бе? Өз аузыңыздан естейік жаңағы айтқан сөзіңізді санатадан кейін. Иә, мен де Сәкеге айтып жатырмын. Келесі машинам Grandeur болсын деп. Құдай қаласа осындай машинаға ұсыныс беріп Сәкеге заказ береміз Сәке. Аумин, айтқаныңыз. Құдай қаласа міне сіздер де осындай заказ беріңіздер. Корейский өтейік, Toyota'ны кешегі блогер айтқан сияқты қойыңыздар енді, оны алып тастайық. Ертең бәріміз де осындай бір машинадан мініп шырқап жүрейік. Жақсы, келесі келгенше сау саламат болыңыздар ағайын. Сау болыңыздар. Так, ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, бүгін бірі. Мына біздің Астанадағы офистің осы жерде адресі, қазір жазып қоямыз. Мынау біз Кореядан алып келген Grandeur-мыз, адамдар көріп жатыр. Объявлениеден. Шкуп, бензин, полная комплектация. Астаналықтар келіп көрсеңіздер болады.